Саламатсыздар ма, құрметті менің каналым тұрақты көрермендері мен қонақтары. Әйтеуір тар жол тайғақ кешіп жүріп, сіздердің сандарыңыз 14 мың оқырман болыпты. Мен өте қуаныштымын, рахмет сіздерге. Менің каналымның тұрақты көрермені болып, жазылғандарыңызға көп рахмет. Келесі әдеттегі сабағымда сіздерге Өскемен қаласынан жолдап тұрмын. Енді сіздердің сандарыңыз бұдан да көбейсін, бұдан да көп оқырманым болсын деп тілеймін мен. Шіркін-ай, менің оқырмандарымның саны 100 мың болса ғой. Шіркін-ай, карантин тез бітсе ғой. Шіркін-ай, білімді, мәдениетті, ауқатты қазақтар көп болса ғой. Шіркін-ай, мен Анталияда болсам ғой. Осы структураның жаңағы мен айтқан сөйлемдердің бәрінде шіркін-ай, бір нәрсе болса ғой деген біздің арман тілегіміз бар, е? Мен сіздерге қазір осы структураны ағылшын тілінде қалай айту керек екенін түсіндірейін. Сонымен, ағылшын тілінде жаңағы мен айтқан сөйлемді құрау үшін сөйлемді I wish деп бастаймыз, е? Wish деген сөз бір нәрсені тілеу, тілек яғни. I wish деп бастаймыз да, одан кейін келесі сол сіздің тілегіңізді білдіретін негізгі іс әрекетті, етістікті past indefinite, яғни қарапайым өткен шаққа қоямыз, қарапайым өткен шаққа қоямыз. Қызық нәрсе, біз қазір сөйлеп жатырмыз, болашақтағы біздің арман тілегімізді айтып жатырмыз, бірақ ағылшын тілінде қымсып тұр. Біздің Өскемен қаласына да қарап қойыңыздар. Бірақ ағылшын тілінде етістікті өткен шаққа, яғни simple pastқа қоямыз. Мысал үшін, шіркін-ай, олар ағылшынша сөйлесе ғой. Мысал үшін, I wish they spoke English. Сөйлемді I wish-тан бастадық. I wish, сосын олар дедік, they, одан кейін ағылшынша сөйлесе ғой дегенді біз past indefinite-ке қойдық, яғни speak, spoke, spoken деген дұрыс емес етістіктің past indefinite немесе simple past деп айтамыз, екінші формасын аламыз, екінші формасы. I wish they spoke English. Шіркін-ай, олар ағылшынша сөйлесе ғой. Немесе келесі сөйлем. Шіркін, мына карантин бітсе ғой деген сөйлем болды, бағана? Карантин бітсе ғой. Яғни ол ағылшын тілінде I wish, тағы да сөйлемді I wish-тан бастаймыз. I wish this quarantine was over. Деміз, I wish this quarantine was over. Яғни, I wish деген жаңағы мен тілеймін деген сөз. Келесі, this quarantine, осы карантин бітсе ғой деген сөз was over. Over деген, сіздер білесіздер, бір нәрсенің біткенін білдіретінде мағынасы бар, бұл предлог. Өздеріңіз телефоннан ойын ойнағанда game over деп шығады ғой, сол ойын бітті деген сөз. Ойынның бітуі, бір нәрсенің бітуі to be over, біту деген сөз, to be over. Енді бағанаға мен айтқан ереже бойынша, осындай тілегімізді айтқанда, I wish-тен оны бастағанда, біз жаңағы етістігімізді өткен шаққа қоюымыз керек. To be-дің өткен шағы, мен сіздерге өзімнің осы каналымдағы сабақтарда түсіндіргенмін. To be-дің өткен шағы was немесе were, was жекеше түрде, were көпше түрде. Яғни, осы карантин бітсе ғой деген сөз. I wish this quarantine was over. Келесі мысал. Мен Анталияда болсам ғой. I wish I was in Antalya. Мен қазір Өскемендемін. Анталияда болуды армандап тілеп келе жатырмын. Бірақ ағылшын тілінде грамматиканы өткен шаққа қоямын. Осы жері сізге түсінікті ма? Осы жері өте маңызды. Келесі, олар бүгін кешке үйге ертерек келсе ғой, біз бәріміз бірге тамақ ішер едік деген мағынада. I wish they came home early tonight. I wish they came home early tonight. Яғни I wish деп біз уже тілеп тұрмыз, сөйтіп бастадық сөйлемді. Олар they үйге келсе ғой дегенде, келу деген сөз сіздер білесіздер, ол дұрыс емес етістік, яғни бұрыс етістік. Бұрыс етістік бізде үш түрі бар.
Оны мен сіздерге 1025 рет айттым. Соның біз екінші түрін аламыз, өйткені біз past indefinite деп қоямыз деп бағана түсіндірдім. Яғни come, came, come. Соның came деген формасын алдық. I wish they came home early tonight. Бүгін олар үйге ертерек келсе ғой деген. Тағы қандай мысалдар айтуға болады? Тағы бір мысал үшін, мен бір нәрсе істей алсам ғой, шіркін мен суда жүзе алсам ғой, мен испанша сөйлей алсам ғой деген. Сондай сөздерді біз can деген модальді етістіктің көмегін беретінбіз. Естеріңізде бар ма? Can деген. Я могу деген сөз. Мысалы, I can swim деген мен суға жүзе аламын. Енді canның өткен шақтағы формасында мен сіздерге түсіндіргенмін. Canның өткен шақтағы формасы could. Сол өткен шақтағы could деген форманы біз қазір қолданамыз. Мысалы үшін, шіркін-ай, мен суға жүзе алсам ғой. Мен әлі жүзе алмаймын, мүмкін үйренемін, мүмкін үйренбеймін. Так, соны қалай айтамыз? I wish I could swim. I wish I could swim. Келесі. Шіркін-ай, мен испанша сөйлей алсам ғой. I wish I could speak Spanish. I wish I could speak Spanish. Яғни өздеріңіз аңғарып тұрғандай, егер де біз сөйлемге could деген модальный глаголды қойсақ, could, онда одан кейінгі етістікті бірінші формасында қойдық, speak деп. Жаңағы басында мен spoke деген мысалды келтіргенмін, онда could жоқ болды. Енді could'ті қойғанда мен speak деп бірінші етістіктің бірінші формасын қойдым. Осындай нюанстарға мән беріңіздер. Міне біздің жап-жасыл Өскемен қаласы. Өте әдемі. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Өздеріңіз қазір нені армандап жүрсіздер? Қандай тілектеріңіз бар? Соны мен бүгінгі үйреткен структура бойынша формуланы қолданып, I wish дейсізде, келесі өзіңіздің арман тілегіңізді, негізгі етістікті present simple формасына қоясыз. Present simple. Сөйтіп, сөйлем құрап, астына пікірге жазыңыздар. Мен тексеріп, сіздерге жауабын беремін. Менің каналыма жазылғаныңыз үшін тағы да рахмет. Достарыңызға, таныстарыңызға айта жүріңіздер. Сонымен келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.